Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Сабаққа дайынбыз ба? Жақсы. Олай болса, назарларыңызды тақтаға аударыңыздар. Тақтада қазір сіздерге генератор арқылы қазір аттарыңыз шығады. Сол аттар бойынша үй тапсырмасына жауап беретін боласыздар. Жақсы ма? Патронимия дегеніміз не? Айта ғой. Жақсы, тамаша. Екінші қазір. Аделя. Екінші сұрақ бізде. Екінші сұрақ, кіші жүз қай аталардан тарады? Жақсы, тамаша. Келесі. Сымбат жоқ, Айдана жауап бере беріңіз. Сымбаттан кейін тұрған. Шежіре дегенді қалай түсінесің? Жақсы. Келесі. Ислам. Жет атаңызды атаңыз. Ислам жоқ па? Ислам жоқ болса, қасында кім тұр бізде? Ислам қасында. Айсана, айта ғой, жет атаңды. Жақсы, өте тамаша. Бестеріңізде болсын, бізде қазақта мақал бар, жет атасын білмеген жетесіз деп. Сондықтан әрбір қазақ баласы өзінің жеті атасын білу қажет. Келесі соңғы сұрағымыз. Қайыржан, сізге сұрақ. Қазақтардың өзінің жеті атасын білу неліктен маңызды? Ең бастысы қан тазалығын сақтау үшін. Тақтадан суреттер беріліп тұр. Сол суреттерге қарап, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Неге байланысты? Батырлар, билер, қазақ қоғамына байланысты. Тамаша. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы